Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Ассалаумағалейкум, құрметті жетекшілер. Рахмет Ерлан аға, Болат аға, бүгінгі мынау маған сеніп, зумды жүргізуге жаңағы сенімділік артып осындай обучающий неменені беріп отырсыздар. Бүгін рахмет. Енді барынша сіздердің сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Бұл компанияға да кеше ғана келген сияқты едік, уже 3-ші жыл. Қарап тұрсаңыздар, көзді ашып жұмғанша осы майда уже 3 жыл болады екен. Енді 3 жыл уақыт бізде де өтіп жатыр, бұл компанияны білмейтін адамдарда да өтіп жатыр. Бірақ келіп кетіп жатқан адамдарда да өтіп жатыр да, қарасаңыздар. Бірақ неге келеді да адамдар осы жерде тұрақталанбайды, тұрақты істей алмайды, неге кетеді? Өйткені мен ары нетіп, бері нетіп, адамда мақсат болмағаннан кейін бір жерде тұрақты болып істей алмайтынына көзіміз жетті, иә? Өйткені адамдарда мақсат жоқ, адамдар сразу андай бір компания шығатын болса, қазір ой жақсы товар шықты дейтін болса, ол маркетингіне де қарамай товарына кетіп қалуы мүмкін. Или жақсы ақша төлеп жатыр десе, товарына қарамай сол жаққа жүгіріп кетуі мүмкін. Бірақ артынан қанша адам еріп келе жатқанына қарамайды. Уже мысалға Құдай тағала да мысалға адамды беретін адамға береді. Ол кісі ертең кетіп қалатынын білетін болса, значит оның артынан адам келмейді деген сияқты. Сол сияқты мен өзім ең бірінші очередь бүйтіп қарасам, мен өзім наставникпін қазір, қарап тұрсаңыздар, иә. Ал наставник деген кім? Наставник деген бүгін келіп осы компанияға тіркеліп, артынан бір досын тіркесе, ол кісінің өзі наставник. Просто сол кісінің өзі жауапкершілік алу керек деп ойлаймын. Жауапкершілікті қашан адамдар өзінің мойнына алады, содан кейін тек қана шешім шығарту керек. Мысалға, арман, мақсат дейді, иә? Арман мен мақсат болатын болса, өзіңізде арман мақсат, содан кейін сол арман мақсатқа қарай шешім шығаратын болсаңыздар, значит, не деген сөз? Значит, 90% жұмыс бітті деген сөз. Уже сіздерге ешқандай жаңағы былайынша айтқан кезде бейсана, түп сана деген бар, иә? Түп санаға көп информациялар кірмейді, бейсанадан келіп кетеді, иә? Мысалы, жаңағы бейсана деген бізге күніне 7000 информация келіп, оның 6999 шығып кетіп, бірақ информацияны ұстап алып қала аламыз біз. Или болмаса 2-ақ информацияны ұстап алып қала аламыз. Сол бейсана мен түп сананы байланыстыру үшін негізінде арманыңыз бар ма? Оны мақсатқа айландырдыңыз ба? И мақсатыңызға уақыт қойдыңыз ба? Уақыт қойған болсаңыз, значит, сізге адамда келу, продажада жасау вообще дым қиын емес. Мен постоянно Ерлан аға айтам ғой. Білмеймін, мен үшін продажа қиын емес. Менде вообще товар жоқ. Неге жоқ? Товар өткізе алмайтын адам болсақ, үйіліп жатпай ма? Мен де заказ жасаймын. Мен заказ жасамайды емес. Менде, если былайынан қарайтын болсаңыздар, 20 магазин ұстап отырған адам. 20 магазин. Товар деген үйіліп қалу керек еді, менде сата алмасам. Мен товар жеткізе алмай жүремін. Неге? Өйткені менде вообще жаңағындай клиент болмай қалу деген мен ойыма кіріп те шықпайды. Сата алмай қалу деген ойыма кіріп те шықпайды. Қазір именно фуэлтапспен айланысып жатсам да, мен клеточный питанияны параллельно алып жүрмін. Мысалға консультация сұраған адамдарға мен консультировать етіп жүрмін. Оның бәрі неде? Оның бәрі біздің қойылған мақсатта. Жаңағы мысалға мен бір адамның мойнына мініп алып, ойбай сен барсаң да баруың керексің, барып тыңдауың керексің деп айтпай, мен просто бұл жерде возможностьтарды айтып жүре беремін. Осы жерге баратын болсаң, мысалға ол кісіге ұқсайтын кісілерді айтып жүремін ол кісіге. Осындай кісі сіз сияқты, тура сіздің біліміңіз сияқты осындай кісі $1 миллион, жаңағы клуб долларлық миллионерге кірді уже. Сіз болсаңыз осындай жерде жүрсіз деген сияқты адамдарға сөйтіп несін айтып жүре беремін, и адамдар келе береді. И сонымен қатар қазір міне бізде өте жақсы жүріп жатқан TikTok арқылы енді ең бірінші әуелі Алла ғой бізге осы TikTokты берген. Мен ойлаймын, осы TikTokты именно біз сияқты сетевиктерге беріп қойған, өйткені мен өзімнің аяғым баспаған қалалардан партнер шығарып жатқаным, ол жаңағы әуелі Алла, екінші TikTok деп отырғаным. Бізге TikTokты уақытында беріп тұр ғой, получается, уақытында тегін ешқандай ақша салмай-ақ қазір мысалға бүкіл Қазақстаннан партнер шығарып отырмын. Оның бәрі міне Ерлан ағаның жаңағы айтуы бойынша, Талғат давай істе дегеннің арқасында міне қазір менде даже былайынан қарасаңыздар ешқандай бастық жоқ. Күнде таңертең 5-те оятып эфирге шығарып жүретін. Просто менің мақсатым ғана. Мақсат қойылды, и
параллельно ұсақ мақсаттармен уже жаңағы үлкен мақсатқа кетіп бара жатыр. Менің мақсатым 100.000 долларға, мысалға 1 миллион долларға жету болатын болса, мен уже кішкентай ұсақ қай кезде қандай доллар табу керек, қай кезде қандай команда құру керек деген сияқты соған кетіп бара жатырмын. Енді бұл жерде сол мақсатпен қалай жұмыс істейміз? Ең бірінші очередь 100% тұтынушы болуымыз керек. Ең бірінші очередь 100% тұтынушы. Өзіміз осы компанияның өнімін өзіміз жеп, өзіміз бойымыздан өткізуіміз керек. Либо болмаса фуелтапсты өзіміз қолдануымыз керек. Даже сізде техника, көлік жоқ болатын болса, өзіңіздің бір туысқаныңыздың машинасына салып, қолданып, сол туысқаныңызды пока сендіргенше сол кісіге тегін берсеңіз де, сол кісінің жанында жүріп, соның результатын алуыңыз керек. И сонда ғана сіз өзіңіз сенесіз. А когда сіз өзіңіз сенесіз, сізде бар ғой, мен қазір бар ғой, алдында мен 10 адамға айтсам, 9 кетіп қалып, 1 адам алатын. 9 адам кетіп қалып, 1 адам алатын. Сөйтіп мен 10 адамға айтқан кезінде 8-і кетіп қалып 2 адам алатын болды. Сөйтіп қазір мен мысалға 10 адамға айтатын болсам, 6-ау алып 4-еу кететін шығар деп ойлаймын. Өйткені неге? Өйткені адамда уверенность болған кезінде ол адамнан адам кетпейді. Сөз жүректен шығады. Сөз жүректен шықты ма, товар проблем жоқ сатылу жағынан. Вообще проблем жоқ. Өйткені мен сатуға андай бір не қойып тұрған жоқпын. Сатуға ойбай мен сатып жіберсем екен деп тұрған жоқ. Мен ол кісіге пайдалы болса екен деп айтып тұрмын. Мен ол кісіге тек қана жақсылықты ғана айтып тұрмын. Ол кісі сол жағын түсінген кезінде мен өзімнің бас пайдамды ғана ойлайтын болсам, егер шынымен де тек қана ақша үшін жұмыс істеп жатқан болсам, мен онда ше мына фуелтапстарды бүкіл Қазақстанда отырған партнерларыма бермес едім, клиенттерді. Мен лучше өзім Қазпоштамен салсам да, әрқайсынан 4 теңге әрқайсынан 4 теңге, әр пачкадан 4 теңге пайда көрем. Әрқайсынан 4 теңге мен Қазпоштадан салатын болсам. И оны мен сала алам да, сала алмайды емес. Менің мақсатым команда құру. Ал команда деген не? Ол бізге пассивный доход. Пассивный доход, иә? Пассивный доходты қалай шығарамыз? Мен қазір просто жаңағындай қызғанып, бүкіл Қазақстанға өзім Қазпоштадан бір пачкадан салып жіберіп отыратын болса, мен команда құра алмаймын. Жазира ханым саламатсыз. Команда құра алмаймын. Енді қараңыздар. Мен сол кісілерге ақшаның дәмін татыру мақсатында бір заказ жасаймын да, мен ол кісілерге, мысалға Ақтаудан шықты ма, адамым маған тіркелді ма, заказ алды ма, мен сол Ақтаудағы адамнан, тағы да Ақтаудан маған адамдар шығатын болса, мен сол Ақтаудағы адамның затын сатуға көмектесем. Ол кісінің аппетитін ашам, получается, ақшаға деген. Ол кісі мына фуелтап сатқаннан кейін уже ақшаны уже бірлес дәмін татқаннан кейін аппетит приходит во время еды дейді. Ол кісі уже екінші заказ жасайтын болды, үшінші заказ, содан кейін уже мысалға адам көбейіп жатқанда ана кісі өзі де біліп тұр, чтобы сатсаң ақша түсетін, өзі қозғала бастайды. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты мен қазір именно Қазақстаннан түпкір-түпкірінен партнер шығарып алып, сол методпен жұмыс істеп жатырмын. И соның арқасында өте жақсы қазір күннен күнге жаңағындай аққала жасаған кезде қарды айландырған сайын жаңағы аққала үлкейіп, сол сияқты қазір командада күннен күнге үлкейіп, күнне енді нетпей қояйын, продажамыз өте жақсы болып тұр. Өте жақсы. Адамдар тіркелу жағынан да жақсы. Адамдарды мен жаңағы даже воскресенье күндері мен просто бір ауыз сөзбен жиынға шақырып отырмын. Енді мысалға екіншісі бізде 100% тұтынушы болатын болса, үшіншісі бізде шақыру ғой, шақыру. Не болмаса осы осы компанияның несін, жаңағы достиженияларын айту керек. Мысалға бұл компания, әр компанияның өзінің бір ерекшеліктері бар. Мысалға менің фишкам, енді мен өзімнің фишкамды мен сіздерді үйретейін деп отырмын, өзім фишкамен бөлісейін деп отырмын. Менің фишкам, мен айтам, бұл компанияның басқа компанияларда бір ерекшелік болатын болса, бұл компанияда целый 3 ерекшелік бар деп. Сонда елдер қандай 3 ерекшелік деп сұрайды, иә? Қандай 3 ерекшелік? Мен айтам, бұл компания, во-первых, БАДымен айланыспайды. Бұл компания лекарствен айланыспайды. Бұл компанияда жасушаның өнімі деймін. Содан кейін, опа, шынымен де жасушаның өнімі көп компанияларда жоқ. Екіншісі не деп сұрағанша мен екіншісін айтпаймын. Екіншісі не деп сұраған кезінде оны бір адамға емес, біраз комментарий жаздырып барып айтам. Екіншісі не деп сұраған кезде мен айтам, бұл жерде компанияның президенті 10 шақты компанияға маркетинг план сызған адам. Что думаете, мына өзінің компаниясына жаман маркетинг қойды ғой дейсіздер ма? Самый жирный маркетингті қойған. Екінші ерекшелігі, көп компанияларда өзінің президенті маркетолог емес. Осы жерде маркетинг планы жирный маркетинг.
кем дегенде 5 есеге артық ақша төлейді любой компаниядан. Оны біз есептеп көргенбіз уже, мен кем дегендесін айтып отырмын. Әйтпесе 10 есеге артық төлейді любой компаниядан. Үшінші ерекшелігі не деген кезінде? Үшінші ерекшелігі жаңағы маркетингі. Бүгін келген адам бүгін ақша таба алатынын айта аласыз. Ертең жүрмейсіз, товармен алмайсыз. Бүгін келген адам бүгін ақша таба алатынын айтасыз. Осы үш ерекшелікпен адамдарды байлауға болады. Адамдарға дұрыс жағын, міне бүгін. Содан кейін партнерларға адал болатын болсаңыздар, партнерларыңыз даже мысалға осы ай алды, 5-6 ай ала алмай қалды. 5-6 ай ақшасы жоқ болды, ала алмай қалды, кетті. Ол басқа адамға барып тіркелмейді возможно болғанда. Сізге келеді. Неге? Өйткені сіз ол кісіге адал қызмет көрсеткенсіз. Адалынан қалай істеу керек, қалай ақша табу керек. Даже маған басқа біреу келіп звондап, тиктоктан сені көрдім, бірақ мен осындай адамды көріп едім дейтін болса, менің командамда болса, мен үндемей сол партнерімнің астына жазып беремін. Мынау сіздің адамыңыз екен, мен сізге жазып, ақшасын түсіріп қойдым деймін. Адалдық деген осылай болу керек. Сол кезде ол адамдар уже сізден еш қаяққа кетпейтін болады, адалынан жұмыс істейтін болса. Өзім лично мен сөйтіп жатырмын, енді сіздерге мен айтпаймын сөйтіңіздер деп. Содан кейін тағы да бір фишка, енді бұл жерде жаңағы бизнесқа шақыру керек болатын болса, өздеріңіз әрқайсыңыз именно компанияның маркетингін дұрыстап изучать етуіміз, әрқайсымыз дұрыс жағынан изучать етуіміз керек. Қай кезде қалай маған выгодно, қай кезде командама выгодно. Өзіңіздің выгодыңыздан қарағанда команданың выгодын көбірек ойласаңыз, өзіңізге двойной выгода болады екен. Мен мысалға именно жаңағы $35 үшін жұмыс істейтін болсам, құр адам тіркей беретін едім, иә? $35 үшін новый магазин ашып кете беретін едім. Вообще, мысалға, қазір мен Fuel Tapspен айланысып жатқаннан кейін көп кісілер айтады маған, басымды қатырып магазин ашпай қойшы, өзің магазиннен ала берші дейді да. Мен айтамын да, ертең сіз мысалға адамдарыңыз келе қалады. Сізге $27 артық бола ма? Мысалға, мен сізге тіркеймін, сізге түсіріп беремін ақшаны. Өзіңіз тағы да алғыңыз келетін болса, дайын магазиніңізден ала саласыз. Зачем оны әлі-сәл? Сөйтіп адамдарға не істеймін? Өзінің магазиннен, зато екінші повторный заказ кезде уже 55 балл өзіңе түседі. Командаға түседі, общий командаға. Ал енді $27 үшін қызығып, нете беретін болсақ, онда ше біз не только что сереброға да жете алмай жүретін шығармыз. Өйткені 11 балл мен 14 балдың арасында ғана ақша тауып жүреміз ғой. Лучше повторный заказдан 55 балл мен 70 балды алып жүретін болсақ, онда ше біз рангтан рангқа, и черный бриллиант не за горами, и зеленый бриллиант не за горами. Мен просто былайынан есептейтін болсам, мен өзім мегаполисте, Алматы қаласында мегаполисте тұрмын, мегаполисте тұрып, тикток арқылы мен бүкіл Қазақстанға шығып отырмын. Ладно, мен тикток арқылы Қазақстанға емес, жүгіріп жүріп сататын болсам, мен Алматының өзінен ақ мен черный бриллиантты 1 жылда жабады екен, жүгіріп жүріп. Мы просто работаем не до победного конца. Мы просто думаем, мен жұмыс істеп жүрмін деп. На самом деле біз жұмыс істеп жүргеніміз жоқ, мы кайфуем. Біз полностью күшіміз салып жұмыс істейтін болсақ, біз өзіміздің возможностьымызды өзіміз білмейміз. Бізде возможность деген көп. Мен мысалға таңертең 2 сағат қана отырам. Я могу 5 сағат отыруға. 5 сағат отыратын болсам, мен түнгі сағат 12-ге шейін клиенттер бар. Мен 2 сағат отырам, 2 сағаттың өзінде мен түсте мысалға жаңағы намазымды оқып алғаннан кейін кішкене 1 сағаттай, жарты сағаттай ұйықтап аламын деген сияқты өзім қинамай жұмыс істеп жатқанның өзінде қазір мысалға енді былай айтатын болсақ, осы айдың өзінде уже 4-ші магазиннен 5-те 5 жабылайын деп тұр. 4-ші магазиннен 5-те 5 жабылайын деп тұр осы айдың өзінде. Енді ары қаратай жұмыс істейтін болсақ, әлі 1 жұма уақыт бар. 1 жұма уақыт бар. Жақсылап жұмыс істейтін болсақ, уже бонус жизнь 5-те 5-тің 4-шісінде жауып тастауға болады. Содан кейін бұл жерде маркетингті өзіңіз үйреніп келген адамға маркетинг планды өзіңіз қалай түсіндіңіз, солай түсіндіретін болсаңыз, ол кісі де білетін болса, бұл жердегі табыс көздерін, мысалға быстрый старттан бөлек, бонус жизньнен бөлек, бұл жерде бинарный доход бар, жаңағындай наставнический жаңағы 20% бар, матч бонус. Солардың бәрін, мировой товар бар, соның бәрін білетін болса, уже адам кетпейді деп ойлаймын. Өйткені быстрый стартты олар адам тіркей алмаса, адамның бәрі тіркеле бермейді ғой мысалға. Адам тіркей алмаса,
Значит, болды адамдар басында бір екі адам тіркелді, болды адам жоқ екен дейді да, не істейді, уже басқа жақтан бірдеңкелерді іздеп жүреді. Басқа компания вау товарды. Мына жерде маркетинг түсінетін болса, егер пассивті адам дұрыс жағынан түсінетін болса, пассивный доход бұл жерде бар екен. Значит, бір адам тіркесе, сол адаммен қуанып, сол адамның глубинасына жұмыс істейді. Менде жетінші позиция глубинамен жұмыс істеу. Ол мысалға мен байқаймын, мысалға глубинаға мен өзімнің басынан өткенімді айтып берейін. Бұрын глубина деген маған қызық емес сияқты болатын. Мен бұрын, енді сөзін ашық керек, $35 үшін менде банкротствомен келген кезінде маған глубина деген, мен вообще ұқпайтын маркетингті. Глубина деген не? Ол әйтеуір өзімен өзі келді, ол да $35 тауып жүрген адам ғой деген сияқты менде сондай понятие болатын. Мен когда понял, глубинадан да ақша түсетін. Мен когда понял, глубинаны да мен миллионер жасай алатынымды түсінген кезімде, маған қазір жаңа Болат аға, Ерлан ағалар айтады ғой, глубинаға жұмыс істеңіздер деп. Маған Шымкентке ең бірінші осы бірінші поездкаға барған кезде Болат ағамыз айтқан, Талғат, глубинаға надо работать. Мен ол кезде глубина деген түсінбейтін. Вот мен МВ компаниясында істедім ғой, глубина деген ол жақта жоқ, ол жақта классика. Классика болғаннан кейін сен өзің бір, оның системасы мен мынаның системасы екі бөлек. Бірақ негізінде енді бұл жерде жаңағы 100% потребитель деген оның бәрін сол компаниядан алып келген негізінде, өзімнің жаңағы немде установленный уже 100% потребитель. Мен бұл өнімдердің бәрін өзім қолданып көрген. Өзіме ұнады ма, мен оны сата аламын. Өзіме ұнады ма, сатам. Сату жағынан проблема жоқ. Адам тіркеу жағынан проблема жоқ. Просто біз жақсы ойлауымыз керек. Адамдарға добро желать етіп, андай жақсы оймен ғана өмір сүре беретін болсақ, бізде өзінен өз адамдар өзінен өз келе береді. Эфирге шықпаған күндер болады. Өткенде мысалға эфирге шықпадым, тиктогымды 3 күнге блокировать етті. Жарайды, маған да демал деп тұрған шығар деп 3 күн эфирге шыққан жоқпын. Бірақ анализ жасасам 3 күнде 11 адам тіркеппін. Новичок. Эфирге шыққан жоқпын, бірақ 11 адам тіркедім. Енді өздеріңіз ойлайсыздар, оның бәрі ненің жемісі? Оның бәрі алдыңғы істегеніміздің жемісі. Дұрыс па? Сол сияқты бүгін эфирге жаңағы шыққанда адам жоқ, қойшы несіне шығам деген кісілерге мен сіздерге айтайын, эфирге шыға беруіміз керек. Бүгінгі сепкен дәнектеріңіз ертең өсіп шығады, ертең жемісін жейсіздер. Менің 3 күнге шықпаған эфирімде 11 адам тіркелген кезде мен сол кезде түсіндім. Міне кешегі біздің істеген ісіміздің жемісін бүгін жеп отырмыз деген сияқты, Олар прям мені таниды, маған звондап, тәке қайда кеттің, шықпай қалдың ғой деген сияқты менімен хабарласып, тәке тіркелейін деп едім, ақша таптым деген сияқты сөйтіп шығып жатады. Сол сияқты. Содан кейін мен өзімнің каждый действиемнен анализ аламын. Анализ. Мысалға, мен бүгін тиктокқа шықтым, отырдым. Может, менде 100 адам отырды, бірақ бірде-бір адам звондамады. Значит, мен бірдеңкені дұрыс істеп жатқан жоқпын. Нені дұрыс істеп жатқан жоқпын? Значит, мен адамдарды қызықтыра алмай отырмын. Неге қызықтыра алмай отырмын? Мен, значит, әрекетімді өзгертуім керекпін. Өзгертемін әрекетімді. Бір күн бір тактиканы қолданамын, екінші күн екінші тактиканы қолданамын. Қай тактикадан? Мен өзім мысалға видео түсіремін. Мысалға видеоны түсірген кезінде мен машиненің ішінде отырып түсіріп көремін. Просто былай қарап сөйлеп көремін да, машиненің сыртында машинені көрсетіп жүріп түсіріп көремін да. Қай роликте менде просмотр көп, мен болды, былайша айтқан кезде алтынды шыққан жерінен қаз дейді, Значит, менікі машинаның сыртынан түсірген видео ролигімді көбірек көре ма? Адамдарға сол интересно, болды, мен машинаның сыртынан түсіре беруім керекпін. Ол жерден адам өсе береді, көбейе береді ол жерден. Сонымен рекке шыға аламыз. Сонан кейін прямой эфирде адамдарға комментарий жаздыру қиын. Адамдарға қисық, не сұрақ емес, не жауап емес. Менің офферімді көрдіңіздер ма? Қойып қойған? Кім көрді? Оффер. Мысалға, менің офферім катализатор сіздерге пайда әкелмейді деп. Нерде жынданып ақылдылар жазады. Катализатор неге пайда келмейді деп. Ол катализатор сізге пайда келмейді, ол қоршаған ортаға пайда келеді, бірақ сізге пайда келмейді деген сияқты. Сондай қисық оффер жазып қойғанның арқасында, получается, олар комментарий жазған сайын біздің аудиториямыз көбейеді. Аудитория көбейген сайын ортасынан бізді түсінетін единомысленный адамдар шығады, бізді түсінетін. Бізді боқтайтын адамдарға да рахмет айтамыз, өйткені олар бізді боқтап отырып, біздің аудиториямызды көтеріп береді. Біздің активімізді көтеріп береді, получается. Енді қатты боқтап жатқандарды, слишком ары кетіп бара жатқандарды блокқа тығуға тура келеді. Былайынан бүйтіп, жай бүйтіп, тиісіп отырғандарға
қырсық бір жақ, қырық бір жақ болып отырады ғой. Ондай адамдарға наоборот рахметімді айтып іштей, наоборот соларға да внимание бөліп отырамын. Неге? Өйткені ол адамдар менің активімді көтеріп беріп жатыр. Сол сияқты енді бұл жерде глубинаға жұмыс істеу, жаңа команданың ерекшелігін, содан кейін мысалға сіздер бір адамды бизнесқа подключать ете алмай жатсыздар ма? Значит, сіздердің білімдеріңіз жетпей жатыр. Енді сіздерге кто помощь? Ол кісіні подключать етуге. Мысалға мен қазір Ерлан ағаға без построения адамды апара салатын болсам, Ерлан ағаны олар мысалға адам ретінде бүйтіп қарамайды да. О, черный бриллиант деген кім олар үшін? Двойной черный бриллиант. Даже зеленый бриллиант тұрса да, новичокқа бәрібір. Бәрібір новичокқа. Ал енді ол кісіні мен построениемен апаратын болсам, менің осындай наставнигім өте қарапайым, өте мықты, мына бизнестің майталманы. Енді анау кісінің енді вообще слов нету. Короче, аузының сілекейін ағызып апару керек қой, короче. Аузының сілекейін ағызып апарған кезде, жаңағы Ерлан аға бір-ақ ауыз сөзін айтқан кезде, үйто сіз мың рет айтасыз мына бизнесті істе деп, иә? Сіздің мың рет айтқаныңызды естімеген кісі Ерлан ағаның бір-ақ ауыз сөзін мына бизнес істеші, бай боласың десе, бітті істеп кетеді ғой ана кісі. Оның бәрі ненің арқасы? Оның бәрі сөзді ана кісінің миына құйғызудың арқасы. Оны сіз құя алмайсыз, ал сіздің наставниңіз құйып береді. Эффект третьего лица дейді. Үшінші адамның сөзі өтеді. Сол үшін построение дегенді дұрыс білетін болсақ, мен өзім лично построениемен жақсы жұмыс істеймін. Мен наставниктерімді мақтаймын. Наставниктерді пайдаланамын 100%. Неге? Өйткені наставник маған керек как третье лицо. Наставник маған как керек третье лицо. Сол үшін әрқайсыларыңыздың наставниктеріңіз бар. Наставниктеріңізді максималь түрде қолдануларыңызға рекомендую. Осылайынан наставник мысалға, біреуіңіздің наставнигіңіз. Мен мысалға, мен айтайықшы, басқаны айтпай қойып, мен айтайын. Білімім жоқ, 9 класстық білімім, коридорда оқыған білімім бар, мектепте, сондай бір мықты жаңағы ештеңені қатырып жатқан жоқпын, бірақ тактикамен жұмыс істеймін. Мені наставник ретінде қабылдасаңыз, қабылдаңыз, қабылдамасаңыз, менің астымда тіркеліп қойдыңыз ғой, мен ұнамайын ба? Мені ақырындап өтіңізді Ерлан ағадан сұрай беріңіз, бірақ қай жерде тұрсыз, тұра беріңіз. Мына жерден шығып кетіп, ана жерге баратын болсаңыз, ағаш әр жерден көктемейді, ағаш бір-ақ жерден көктейді. Ағаш бір-ақ жерден өседі. Анаған барып тіркеліп, мынаған барып тіркеліп, абыройыңыз кетіргенше, қай жерде тұрсыз, сол жерде тұрыңыз да, бірақ сол кісінің үстіндегі адамнан сұрай беріңіз. Ол кісі ұнамай жатыр ма? Ол кісінің де үстінде адам бар. Сөйтіп, короче, сол ветканың үстінен өзіңізге керекті наставник тауып алыңыз. Бір адамды, короче, былайынша айтқан кезде, сол адамды байласаңыз өзіңізге. Наставнигім міне осы кісі болды, мен осы кісімен жұмыс істеймін деп, іштей өзіңізге сөз беріңіз де, ары қаратай жұмыстарыңызды істей беріңіз. Мен өзім лично, мысалға, Ерлан ағаны менсінбей анау-мынау емес, наоборот, мен Ерлан ағаның жанында жүрген сайын менің продажам артатынын білем. Өйткені мен ол кісіні о бастан наставник деп қабылдадым. Көп кісілер наставниктерін қабылдамайды. Наставник қабылданбағаннан кейін ол кісілерде бизнес жүрмейді. Неге? Өйткені өзін ақылды санап тұрады да, наставниктен өзін ақылды санап тұрады. Наставник менен онша білмейді, мен білем анадан қарағанда. Анау кішкене что-то білмейді екен деген сияқты жүреді да, умный ғой, умный, ну бедный деп айтады ондай адамдар. Лучше бедный болғанша, лучше сол кісінің тілін алып, айтты ма, байлыққа, жақсылыққа айтып жатыр ғой, істесең байисың деп жатыр ғой, істей салайық та. Байып жатырмыз ғой, Аллаға шүкір, 2,5 жылдың ішінде жағдайымыз, состояниеміз уже күшті болып келе жатыр ғой, көзге де заметно, елге де заметно, байқап жатсыздар ғой, Аллаға сонысы рахмет, осы наставниктеріміздің. Уже шетелге де барып келе жатырмыз, жағдайымызды да жақсартып жатырмыз. Бала-шағамның өзі риза мысалға қазір. Если мен ақша таппаған болсам, мен бала-шағам айтатын еді, пап, жұмыс істейсің ғой деймін, бізге ақша керек, киім керек, бізге мына заманда дұрыс өсуіміз керек деген сияқты. Қазір ақша болғаннан кейін балаларымызды да қосымша сабақтарға беріп оқытып жатырмыз. Сол үшін де бүгінгі берілген тапсырмаларыңызды айтып отырған Ерлан аға маған айтты, енді өзіңнің қалай приглашение, жаңағы неге, қалай адамдар шақырасыз. Мен адамдардың мойнына мініп алмаймын. Мен мысалға өзімнің дос балам осы Алматыға келген кезде танысқанымда, 2000 жылы Алматыға келіп танысқанымда Бақыт деген дос балам болған. Сол дос балама айтып жүрдім, Бақа, көрші ортаны, көрші, бір керемет компанияны көрдім. Көрші, білейін, өкінбейсіңдер. Әйелің де өте грамотный әйел. Просто
ана жерге барып тыңдап көрсе болды. И содан кейін жеңгем бар осы жерде, қазір жеңгем тыңдап отыр, Фатима деген. Жеңгеме де 2 жыл айтып жүрдім. Көрші, мен Фатимаға айтқан жоқпын, пожалуйста деп. Барып көрші дедім. Көрші, содан кейін істемеймін десең, мен саған айтпаймын, істе дедім. Істемеймін десең, жолың болсын деп шығарып саламын. Істеймін десең, көмектесемін дедім. Фатима барып көрді, көргеннен кейін барып, Талғат, оказывается, можно здесь работать дейді. Можно дейді, иә? Көрдіңіздер ма? А барып көрмейінше Фатимада ой бөлек болды вообще. Приглашать надо людей деп. Не надо никого приглашать. Просто сіз возможностьтарды айтып жүреміз, болды. Әрқайсымыз өзіміз. Бәтіш апа да осы жерге келген кезінде, Бәтіш апа вообще без задних маған айтты. Ай, мені үлкен кісі деп аяма деді. Мен сенің партнеріңмін да, айтатын жерде айтып сал, ұрсатын жерде ұрсып сал. Мен өсуім керек, мен ақша табуым керекпін деді. Міне Бәтіш апа қазір бриллиант компания. Сол үшін де достар, егер де бизнесқа келдіңіздер ма, сіздерде ең бірінші очередь арман, мақсат. Арман, мақсатқа уақыт қоя білсеңіздер, онда сіздерге ешқандай жаңағы былайынша айтқан кезде кедергі ойлар, жаман ойларды сразу алып тастаңыздар. Жаман ой, менде товар өтпей жатыр, маған адам келмей жатыр дедіңіз ба? Мысли материализуются дей ма? Ойыңыз іске айланады. Бүгінгі ойыңыз ертең тіліңіздегі сөзіңіз, аузыңыздағы сөзіңіз, бүрсігіні қолыңыздағы сіңіз деп бекер айтпаған. Бүгінгі ойыңыз, ертеңгі аузыңыздағы сөзіңіз, бүрсігінгі қолыңыздағы сіңіз дейді. Сол үшін бүгінгі ойымызды жақсы ойлайтын болсақ, менің командама өте мықты адамдар келіп жатыр. Менің продажам өте мықты өтіп жатыр. Мен осылайынан адам жоқ кезде айтып отырғам осы сөзді. Білесіздер ма? Адам жоқ кезде поток людей де айтып отыратын. И действительно, вот міне, Аллах тағала, ой, поток деген олай емес, былай деп беріп жатыр. Міне, легімен келіп жатыр адам деген. Көрдіңіздер ма? Товар жетпей жатыр. Мен товарым, өзімде товар болмаған, Ерлан ағадан сатам, Айнұралардан алам, Асемалардан алам, сөйтіп жүріп сататымын. Үстінен кішкене маржа көретімін. Сол маржаға қуанып сөйтіп сатып жүретімін, не? Айнұралар вообще параллельный линия ғой маған, мысалға қарасаңыздар. Мен олардың товарын сатқан үшін маған пайда келмейді. Қарап тұрсаңыздар, адамгершілікпен олар да берді, маған Талғат жағдайың жасап деген сияқты. Олардың товарын сатып мен үстінен бір 10 мың теңге көретінміз, соған қуанатын, мәз болатын. Өйткені мен осы жерге келген кезімде темекі алып тартатын ақшам жоқ болатын. Автобуспен жүретінмін, не? Сол кезде Ерлан ағаға консультацияға, неделясына бірлес барып тұратын консультацияға. Неделясына бірлес Ерлан ағаның үйіне. Ерлан аға мына жерін түсінбей жатырмын. Ерлан аға мына жерін түсінбей. Райгүл апай мен Ерлан ағаға мында бір рахмет. Райгүл апай шай тамағымызды дайындап беріп отыратын. Ерлан аға маған маркетинг планды ашып түсіндіретін, доскаға сызып түсіретін, А4-ға сызып түсіндіретін. Міне қазір кто достает наставника, тому и достанется наставник деген сияқты. Міне Ерлан ағаны мен Болат ағаларға алғысым шексіз. Мына бизнеста бизнес без вложений дейді ғой. Енді қараңыздар, кім ұтылады деген сұрақ болады ғой. Бұл бизнесте да ұтылатын адам бар шығар. Иә, ұтылатын адам бар бұл бизнесте. Кім білесіздер ма? Кім ойыннан шығып қалады, сол ғана ұтылады. Кім ойында болады, ол кісі міндетті түрде долларовый миллионер болады. Өйткені көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Бұқаға туылған күн бұзауға да туылады дейді. Иә? Так что, егер біздің наставниктеріміз долларовый миллионер, клуб долларовых миллионерге кіріп жатқан, міне Болат Таматаев біздің ортамызда отыр, иә? Болат Таматаев клуб долларовых миллионерге кірсе, біз де кіреміз. Ол дембел неизбежен дейді ғой, біз де ол ортада боламыз. Самый главный, біз өзіміз ойыннан шығып қалмауымыз керек. Просто біз, наоборот, ойынды өзіміз ойластырып, қызықтыра білуіміз керек адамдарды. Өзіміздің идеяларымызды қосуымыз керек. Қазір міне біздің партнеріміз Жазира ханым өз үлесін қосып жатыр командаға, Инстаграм жүргізуге. Енді екінші потогына мен де қатысам, үйренем. Инстаграмда маған артық болмайды. Инстаграмда артық болмайды, үйренем оны. Сол үшін де достар, мынау өте жақсы керемет компания. Пластирдің өзімен, кофенің өзімен мен есептеп көрдім. Команда құруға болады екен. Кофені жақсы көресіз ба? Просто бірақ кофемен үлкен команда құруға болады. Бірақ та кофемен LF8 ештеңе қоспай қойыңыз, тек қана кофемен. Не істейсіз? Кофені аласыз да, конкуренттеріңіз зерттейсіз өзіңіздің. Жаңағы Starbucks зерттеңіз, басқаны зерттеңіз. Содан кейін оның ерекшелігін біліңіз да, өзіңіз бір ерекше бірдеңе шығарыңыз. Кофені қалай по-турецки дайындау керек, кофені қалай по-бразильски дайындау керек, соны күнде ролик жүктеп отырыңызшы. Өзіңіз сияқты кофе ішетін адамдар команда болады сізге. Кофені жақсы көретін адамдар күнде таңертең без кофе таңын атыра алмайтын кісілер бар ғой.
соларға жеткізетін болсаңыз, мына жерде сіз кофе ішкен сайын сіз ақша табатыныңыз жеткізетін болсаңыз, действительно кофемандар бар қазір, магазиннен қымбат кофеларды алады, бірақ артынан қайтарма ақшасы жоқ. Мына жерде қайтарма ақшасы болғаннан кейін, кофесі пайдалы болғаннан кейін, просто бір кофемен ғана клиент кофе ішетін адамдардан команда құру. Мен қазір Fuel Taps'тан команда құрып отырмын, тура сол сияқты кофе ішетін адамнан ғана команда құрсаңыздар болады. Раз сіздерде машина жоқ, Fuel Taps'пен істей алмайсыздар. Раз клеточный питаниемен жұмыстарыңызды жүргізе алмай жатырсыз. Кофені жақсы көріп тұрсыз ба? Кофені жақсы ішесіз ба? Жақсы дайындай аласыз ба? Болды ғой, ролик түсіресіз да не істейсіз? Кофемен күнде ролик, күнде 3 ролик түсіріп отырасыз. Бір күн болмаса бір күн атады, бір күн Қазақстанның емес, бүкіл әлемдегі кофе ішетіндер сізге командаға келетін болады. Так что мынау бизнес деген меніңше оп-оңай бизнес. Просто оңайлатуымыз керек. Мен ана бір немене бар ғой, бір мешіттің имамы жылай береді екен. Жамағат келмейді деп. Содан кейін бас имам айтты, давай мен сені ауыстырайын. Бір имамды жіберген, ана жаңағы жамағат келмейтін мешітке. Содан кейін біраз бір жұмалар өткеннен кейін жаңағы имамға барып айтыпты, енді ана мешітіңе барып көрші деп. Барса деген адам сыймай тұр дейді жаңағы мешітте. Таң қалды. Қалай мына адамдардың бәрін ертіп келдің деген ғой. Сөйтсе, ана ішінен сұраса, біреулер дәрет алмай келіп намаз оқып жатыр дейді. Содан кейін анау имам деген айтады дейді, қалай сендер дәрет алмай намаз оқысың? Білмеймін, ана имам айтты, дәрет алмай да оқи беруге болады деп айтты. Сол ана имамға келіп айтады дейді ғой. Қалай ол дәрет алмай оқиды десеші? Менің міндетім мешітке шақыру болды ғой деп айтады дейді. Ары қаратай бір-бірін жамағат өзі үйретеді деп. Көрдіңіздер ма? Самый главный өз жерге алып келіңіздерші адамдарыңызды. Бір-бірімізді үйретеміз. Менің білмегенімді сіз білесіз, сіздің білмегеніңізді жоғары жағымыз біледі, төмен жағымыз біледі. Бүгін келген адам да білуі мүмкін да. Так что бүгін келген адам новичок деп қарамауымыз керек. Бүгінгі келген адамның өзінде қолында золотая ручкасы болуы мүмкін. Так что команда, благодарю вас. Рахмет Ерлан аға. Бар білгенімді айттым енді. Жақсы, рахмет. Рахмет Талғат, керемет, четко айттың. Енді осыдан тоқтама. До зеленого бриллианта алға. Рахмет. Амин. Рахмет. Була. Ну, қалай айтатын Талғат, вот действительно лидер есть лидер. Действительно лидер, который делает именно своим примером, көрсетіп, который показывает. Вот это настоящие лидеры такими рождаются, не рождаются, а становятся. Молодец. Мен горжусь, действительно горжусь. Ерлан да гордится тобой, постоянно айтады. Поэтому, Талғат, давай, дерзай. Сен бағана дұрыс айттың. Зеленый бриллиант не за горами. Доллару миллионер, клуб долларов миллионеров тоже не за горами. Қалай айтатын? Как же, біз айтамыз ғой, если ты с долларом миллионерами общаешься, с успешными людьми общаешься, это ты обеспечен, как это, не обеспечен, это, обречен стать, понимаешь? По-любому. Что говоришь? Амин. Рахмет. Да. Поэтому молодец. Дальше делай, дерзай, показывай своим примером, и будь у тебя международная большая команда будет. Как вы знаете, у меня все больше, и солай Алла берет саған. Поэтому дұрыс, рахмет, молодец. Мен сенің эфиріне кіргенде мен постоянно тыңдаймын, как грамотно сен и с этими хейтерами, которые пишут, отвечаешь, просто супер. Менде просто тілім қазақша жетпейді, поэтому мен орысша переслалсам. Молодец. Рахмет болады. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Аумин, обязательно болады. Талғат, рахмет. Мен вообще в легком шоке. 5-ші бонус жизни 5 за 5 деген, это вообще книга рекордов Гиннеса, наверное. Февраль әлі аяқталған жоқ, сен, наверное, может быть, еще 10 бонус жауып жүресің. Молодец. Болашақта болады. Ол еще 2 на 2 санамай отыр. Иә. Аумин болсын, мықты лидерсің, шынымен да, зеленый бриллиант не за горами. Молодец. Айтар сөз жоқ. Рахмет, Бибулхан. Ол Бибигуль правильно, он просто поставил правильную цель, правильные планы действий, сонымен періп отыр. Ол нәрсеге қарамайды. Ерлан бір рет көрсетті оған 5 на 5. И ол басқан, он не принимает. 4 на 4, 3 на 3. Ол вообще даже он қоспайды да.
Все, 5-5 болды, алға. Вот солай болу керек. Дұрыс. Мақтауға бола ма? Мақтап жүрейін Талғатты. Талғатпен мен почти бір күнде келдік қой, бір күнде келдік. И вот сейчас я наблюдаю, да, за 3 года, почти 3 года, какой огромный рост, какое развитие у него поднялось. И еще раз хочу сказать, iPhone 16 лучше или iPhone 15 лучше? Конечно, 16. 17 лучше будет, 18 лучше будет. Біздің жастар алдыға қарай жүре берсін. Пусть они нам показывают дорогу, а мы будем потихонечку за вами идти. Огромный рост Талгат. Талгат совсем по-другому уже ведет зумы, грамотно, четко. Рахмет саған, много для себя я взяла. Серьезно, молодцы. Талгат, Ерлан хорошо воспитывает свою команду. Спасибо тебе, Ерлан. Рахмет. Тағым, Батыр апай. Да, мен сондай Задумалась қуанып она. отырмын. Батыр апай задумалась. Как бы мне сделать 4 штуки 5 на 5 деп ойланып қалды ғой деймін. Точно, точно. Она там деньги считает. Да, она сейчас порвёт. 2 раза по 5 начну, хоть с 2 надо начать. Я айттым ғой, она об этом думает. Да, я думала. Және маған Талғат көрсетті ғой, там у него где 5 адамнан жазсаң жеткілікті ғой, а у него уже по 10 идет. Уже ана кісілердің астында. Мен, конечно, очень горжусь, что у меня такой наставник, знаниясы да бар, білімі де бар. И потом Талғаттың бір жақсы жері тіліменен жақсы жеткізеді да. Мен Құдайға мың шүкірлік айтам. Менің де Жазирам да Талғаттың да тілдері майда. И сондай деген стратегия деген андай мындайды керемет жақсы жеткізеді. Менің деген үйренетін адамдарым көп. Ну, әсіресе менің өзімнің наставнигім Талғат, саған үлкен рахмет. Рахмет. Артық сөзі жоқ. Действительно, өзінің ісімен ғана көрсетіп отыр ғой, ісімен көрсетіп отыр. Рахмет саған, рахмет. Сізге де рахмет. Маған сен осы компанияға кіргеніңізге. Да, Талғат. Бірінші кездер күні бойы тыңдай беретінді Талғатты, қайдан табады мына сөздерді деп, қалай айтуға болады екен кісілерге деп. Мақтайтын кім бар тағы да, болыңдар енді. Болдық. Я жақсы. Мистер Павлович. Записі тоқтатып қояйын. Рахмет, Талғат, молодец, красавчик. Главное не сдаваться. Она, мен ойлаймын, осы школаны основной енді естіген адам естіген болу керек. Самое главное, мақсат қойған кезде адам ешқашан жолынан маңайдағы препятствия көрмейді де, қарамайды, только ғана алға. Вот каждыйымызға осындай үлкен мақсат қою керек та, только вперед. Айымхан бір нәрсе айтқысы келіп отыр ғой деймін, Айымхан.